Сәлем достар, сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Хершель Гринбаум шығыс Еуропадағы Шлюпс қаласында өмір сүреді. Оның негізгі табыс көзі қаланың әр шетінде арық қазу. Бір күні ол базарда Сара есімді қызды кездестіріп, оған ғашық болып қалады. Жағдайы төмен қыз өзіне тамақ та сатып ала алмайтын еді. Қыздың көңілін аулау үшін Хершель 2 есе жұмыс жасап, оған ысталған копченый балық сатып алып береді. Артынша екеуі жиі кездесе бастайды. Сара Хершельге өзінің армандарын айтады. Ол болашақта бай адам болғысы келеді екен. Ал Хершель болса, бір рет болсын газдалған сосын ішкісі келетінін айтады. Олар бірін-бірі жақсы түсініп, үйленуге шешім қабылдайды. Бірақ той болған күні ертесіне казактар олардың ауылына шабуыл жасап, барлық үйді өртеп кетеді. Бірақ Гринбаум берілмей, барлығын басынан бастайды. Ол әйелімен бірге ақшқа көшіп, сол жақта өмір сүре бастайды. Хершель тұздалған қияр өндіретін зауытқа тышқан өлтіретін адам ретінде жұмысқа кіреді. Тынбай еңбек етіп, газдалған сусынды бәрібірде сатып ала алмаса да, жас отбасының өмірінде одан да қуанышты жайттар болады. Ол әйелі Сараның жүкті болуы. Сәбиі дүниеге келгеннен бұрын Хершель жарына әлемдегі ең бай адам боламын деп сөз береді. Артынша күнделікті жұмысына оралады. Бұл күні жұмыста тышқандар Хершельге қарсы шығып, оны биік төбеден құлатып жібереді. Ол дәл қияр бұқтырылатын бөшкенің ішіне құлап түседі. Жұмысшылар бөшкенің аузын жауып үйлеріне қайтады. Ал администраторлар болса фабриканың жабылғанын айтады. Хершель тұздалған судан 100 жылдан кейін ғана шығады. Фабриканың ішінде ұшып жүрген дрон абайсызда бөшкенің аузын ашып жібереді. Гринбаумды медицинаның ғажайып құбылысы деп атайды. Хершельге ғалымдар отбасы толығымен қайтыс болып, тек Бен есімді ұрпағы тірі қалғанын айтады. Олар бір-бірімен кездесіп, Бен атасын үйіне алып кетеді. Хершель ұрпағы Беннің өміріне қарап таң қалады. Себебі ол өте бай тұратын еді. Оның үйінде тіпті газдалған сусын шығаратын құрылғы да болды. Бірақ Бен врач та, адвокат та емес, фрилансер болып компьютермен программа жасау арқылы ақша табады. Оның қосымшасы Буб-Бо деп аталады. Хершель Беннен отбасылық альбомын көруге сұрайды. Ол альбомнан баласының әйелінің суретін көреді және олардың қайтыс болғанын естиді. Ертесіне немересі атасын зиратқа алып келеді. Отбасы жерленген жерді Хершель 100 жыл бұрын сатып алған болатын. Бірақ ол қазір басқа біреуге тиесілі. Сол үшін де зираттың үстінде жарнамалық баннер ілініп тастаған еді. Хершель дұға оқып жатқанда Бен телефон шұқылап тұрады. Өйткені ол дінге қатты білмеген еді. Сол үшін де діни сөздер білмейтін. Жұмысшылар баннерді өзгертіп, ол жаққа арақтың жарнамасын іледі. Ал бұл әрекетті казактардың әдейі істеп жатқанын деп ойлайды. Сол үшін ол жұмысшылармен тіресіп, баннерді ілмеуін сұрайды. Бірақ олар келіспейді. Артынша төбелесіп, Бен де арпалысып кетеді. Нәтижесінде екеуін де түрмеге қамап тастайды. Түрмеден шыға салысымен Хершель Бенға зиратты сатып алып, жарнама ілдіртпеуін сұрайды. Зираттың басындағы өзі отырғызған ағашты да алып тастағанын ашуланып жеткізеді. Бірақ Беннің ондай ақшасы жоқ еді. Хершель немересінен инвесторлардан сұрап болсын, ақша тауып айтқанын істеуін талап етеді. Артынша Бен жаңа қосымша ойлап тауып, инвесторлардан ақша сұрайды. Бір инвестор онымен кездесу ұйымдастырып, кездесу барысында ақша бере алмайтынын айтады. Себебі оның 2 күн бұрын ғана түрмеде отырғанын айтады. Бен үйге ашуланып келеді. Ол барлық іске атасын кінәлайды. Хершель оған ашуланып, қайткен күнде де ақша тауып зираттағы жерді өзі сатып алатынын айтады. Сөйтіп Хершель кетіп қалады. Ол бұрынғы кәсібі тұздалған қияр сатумен айналыспақшы болады. Дүкенге барып қияр алады. Қоқыстан құтылар жинап, сол жерде оны тұздап, тауарын дайындайды. Оған енді жаңбыр жауса болғаны, бәрі де дайын болатын еді. Жаңбырдан кейін банкалар толып, тағам сатылымға шығады. Хершельді экологиялық таза өнімді қолдайтын 2 адам көріп қалады. Сол үшін Хершельді қиярларын сатып алады. Ол әлеуметтік желіге түсіріп салып жібереді. Желіде миллиондаған адам Хершельді қолдап, тауарын жақсы көріп өтіп кетеді. Бұл уақытта Бен жұмыс жасап отырып интернеттен Хершельді көреді. Жаңалықтарға берген сұхбатында Хершель қиярды жаңбырдың суымен тұздайтынын айтады. Ал бұл гигиеналық тұрғыдан таза болмағандықтан Бен тазалық департаментіне хабарласып, атасына қастандық жасайды. Департамент тексеріске келіп, өнімнің таза еместігін айтады. Артынша үлкен айыппұл жазып кетеді. Гринбаум көңілі түсіп, жалғыз өзі кәсіпті жүргізе алмайтынын түсінеді. Бірақ оған көмекке баяғы 2 жігіт келіп, тегін жұмыс жасағысы келетінін айтады.
Олардан бөлек көптеген жасөспірімдер жұмысқа кіріседі. Одан кейін сауда қайта жандана бастайды. Ал Бен болса, жаңа сайт ойлап тауып, инвесторларға қайта өтініш жазады. Бірақ олар ақша бөлгісі келмейді. Себебі тұздалған қияр сататын жаңа жобамен айналысып жатқанын айтады. Хершел бұл уақытта біршама ақша жинайды, бірақ бұл ақша зиратты сатып алуға бәрібір де жетпейді. Бірақ оған ұрпағы Бенмен жанжалдасып қалғаны тыным бермейді. Сөйтіп ол оған жақсы жаңалықпен бөлісуге барады. Бірақ екеуі де тағы да ұрсып қалады. Артынша Бен Хершелді тағы да аяқтан шалмақ болады. Ол Хершелге твиттерге жұмысы жайлы жаз деп кеңес береді. Ондағы мақсаты адамдарды Хершелге қарсы шығару еді. Артынша дәл Бен ойлағандай адамдар қарсы көтеріледі. Хершел үшін қоғамда резонанс туған үшін оны ашық дебатқа шақырады. Бен бұны көріп отырып тағы да қиянат жасайды. Дебатта Хершел барлық сұраққа ұтымды жауап беріп отырады. Бірақ Бен сахнадан алыс жерге отырып алып, дауысын өзгертіп, дін жайлы сұрақ қояды. Ал Хершел иудей болғасын, христиан діні жайлы көпшілік алдында қате нәрсе айтады. Сол үшін оны залдан қуып шығады. Артынша оны қаладан басқа жаққа көшіріп жіберу керек деп шешім қабылдайды. Ал Хершел кішкене уақыт тығыла тұрады. Ол Беннан Канада шекарасынан өткізіп жіберуді сұрайды. Бен келіседі. Атасын орманға алып келіп, сонда тастап кеткісі келеді. Бірақ екеуі орманда түнде қалып қойып, Хершел немересі Бенді жылытады. Таң атқанда олар жолдан шекарашылардың машинасын көріп қалады. Олар кеткенше екеуі тығыла тұрады. Сол уақытта Бен осыған дейін істеген барлық былықтарын айтады. Ал Гринбаум болса, оны ұрып тастайды. Оны естіген шекарашылар жүгіріп келеді. Хершел Беннің сөмкесін алып қашып кетеді. Ол сөмкеден шаш қысқартатын машинка тауып алады. Онымен сақалын алып, Беннің киімдерін киіп алып, Бен орнына өмір сүріп, ал Бенді өзінің орнына шекарашыларға тапсырады. Бенді соттап, артынша туған жері Шлюпсқа жер аударады. Хершел Беннің үйінде өмір сүреді. Ол үйден Беннің бала кезгі салған суреттерін, онда отбасын салғанын көріп, Беннің отбасын ұмыт қалдырғысы келмейтінін түсінеді. Себебі ол қосымшасында әке-шешесінің атына қойған еді. Ұрпағы отбасын ұмытпаған, керісінше оны әрқашан қастерлегенін түсінеді. Шлюпскта Бен қиын өмір сүреді. Ол жаурағандықтан жергілікті синагогаға кіреді. Сол жақта дұғада оқығысы келеді. Бен ешқандай дұға білмесе де, ондағы адамдар оған көмектеседі. Адамдар тарап кеткеннен кейін Бен Хершелді көреді. Ол ұрпағын алып кету үшін келген екен. Бірақ ол алдымен кезінде әйелі Сара екеуі жақсы өмір сүрген бір орынға алып келеді. Әйелі екеуі отбасылық бизнесін осында құрған екен. Хершел америкалықтардан кешірім сұрап, өз бизнесін әрі қарай жалғастырады. Ал Бен оны сайт арқылы жарнамалайды. Олардың бизнесі жақсы дамып кетеді. Тек қана қияр емес, қарбыз және де басқа да жемістерді тұздап сатады. Керекті ақшаны жинағаннан кейін бұрынғы зиратты сатып алып, ол жаққа қайта ағаш егеді. Бұл жолда дұға оқығанда Бен де қосылады. Сөйтіп екеуі бірге өмір сүреді. Бейнені аяқтамас бұрын мен сіздерге жапондық өнімді ұсынғым келіп отыр. Себебі бірінші Алла, екінші осы өнімдердің арқасында барлық аурулар емделіп жатыр. Себебі бұл 100% табиғи бат және теңіздің тұңғиығынан алынатын тағамдық белсенді қоспа. Көп адамдардың нәтижелері бар. Описаниядағы WhatsApp-қа жазыңыздар. Осымен бейнеміздің соңына келдік. Егер видео ұнаса лайк басып, өз ойларыңызды қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де осындай бағыттағы видеоларды біздің арнадан көргіңіз келсеңіздер, барынша қолдау білдіріңіздер. Сонда әрдайым бейне жиі шығатын болады. Келесі кездескенше, YouTube-тың қызығын бөліскенше достар. With